Good day, students. How are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles for People's Book кітабындағы 86 және 87 беттегі Snack Attack жаңа тақырыбын өтетін боламыз. Бұл тақырып жалпы оқушылар snack деген, яғни тіске басарлар жайлы айтып тұр, яғни әртүрлі елдің өзінің тіске басарлары жайлы бізде мәтін берілген. Сол мәтінді бірінші оқып, және де аударайық. Және де оқушылар бұл жерде A, B, C деп бөліп қойған, яғни осыларды біз сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Мысалға бірінші unusual snacks деген ол бізде әдеттен тыс, яғни ерекше тіске басарлар, және де healthy snacks ол бізде пайдалы тіске басарлар, және де соңғы sweets, яғни sweet тәттілер. Бірінші бізде шұбат, Қазақстан, яғни Қазақстандағы шұбат жайлы айтылған. A bowl of shubat or camel's milk makes a great snack. It tastes great and it's good for your health. Shubat can cure a lot of health problems. Drink it all up дейді. Енді аударайық. Бір кесе шұбат немесе түйенің сүті дейді, керемет тіске басар болады дейді. Және де оның дәмі керемет. Және де ол денсаулыққа өте пайдалы дейді. Шұбат жалпы адамның түрлі, яғни денсаулық проблемаларын, түрлі денсаулық мысалға ауруларды соларға өте көмек болады дейді, яғни емдейді дейді. Және де оны көп іш дейді. Drink it all up деген. Келесі бізде peanuts and ketchup chocolate Australia. Яғни peanuts деген ол бізде жаңғақтар, және де кетчуп шоколады дейді. Ол Аустрияның яғни тіске басары. Do you like ketchup on your chips? How about in a chocolate bar? Is that a yes or no? дейді. Сізге фримен, яғни кетчуп қосқан ұнай ма дейді. Яғни біз бұл жерде чипс оқушылар британдық ағылшында фри болып аударылады, яғни біз өзіміз білетін картофель фрие, соған біз кетчуп қоссақ дәмді болады ғой, солай ұнай ма дейді. Және де мысалға шоколад дейді, яғни шоколадқа біз кетчуп қоссақ дәмі өте біртүрлі болады ғой. Is that yes or no дейді. Бұл иә ма жоқ па дейді. Яғни қалайсыз ба дейді кетчуп қосылғанын. Енді оқушылар келесі бізде lemon and pepper tang Pakistan. Яғни лимон және пеппа деген бізде бұрыш қосылған, бізде лимон қосылған сусын. Пакистандық тіске басар. Feeling thirsty? How about a nice lemon drink with pepper? Will it make you feel cool or hot? дейді. Яғни шөлдеп тұрсың ба дейді. Лимон қосылған және де бұрыш қосылған керемет сусын қалай дейді. Will it make you feel cool or hot дейді. Бұл сені салқындата ма, әлде ыстықтата ма дейді. Келесі Octopus flavored crisps South Korea дейді. Яғни бұл жерде оқушылар octopus деген көріп тұрғандарыңыздай 8 аяқ, яғни 8 аяқ дәмімен чипсы, яғни тіске басар. Бұл South Korea деген, яғни оңтүстік Корея. A bag octopus flavored crisps is a great way to get the taste of yummy octopus, and you don't have to chew on the legs дейді. Бұл жерде бір қаптама, яғни 8 аяқ дәмі, яғни бар чипсылар, бұл керемет жол дейді. Яғни 8 аяқтың дәмін, керемет дәмін сезіну үшін, дәмін білу үшін осы чипсылар керемет жолы дейді. Яғни өзін жемейсіздер 8 аяқтың, соның дәмі бар чипсиді жесеңіздер, сол 8 аяқтың дәмі шығады. Және де you don't have to chew on the legs дейді. Яғни оның аяқтарын шайнап отырудың қажеті жоқ дейді. Себебі сіздер чипсидің өзін жейсіздер. Келесі бізде fish and chips gelato Australia. Яғни Аустралияның тіске басары. Fish деген бізде балық, және chips жаңа айтып кеткенімізде бізде фри картофельный, gelato ол бізде балмұздақ. Ендеше оқиық. Take two popular dishes, fish and chips and ice cream, and put them together. Yummy or not? Екі танымал, яғни тамақ түрін алыңыз дейді. Fish деген яғни балық, және де chips бізде фри, және де ice cream балмұздақ. Енді put them together, енді барлығын бірге қосыңыз дейді. Yummy, дәмді ме? Or not? Немесе дәмді емес пе дейді.
Келесі соңғы бізде Jelly Belly Tabasco Beans USA. Яғни Америка құрама штаттарының іске басары. Here are some interesting sweets jelly beans with a flavor of hot Tabasco sauce. Ouch дейді. Бұл жерде қызықты, яғни тәтті дейді. Бұл жерде jelly beans, мармеладтар, ненің дәмімен дейді. Табаско соусын қосылған, табаско соусының дәмімен бұл жерде мармеладтар дейді, яғни бұл жерде ащы болуы мүмкін. Енді оқушылар exercise number 11, 11-ші жаттығуды орындайық. Read and write the country дейді. Оқы және де country елдің атын жаз деген. Бұл жерде сөйлемдер жаңа өткен біздегі тапсырмаларға қатысты, яғни түрлі түске басарлар жайлы айтылған, солардың біз елін дұрыс тауып жазуымыз қажет. Мысалы, біріншісінде Қазақстан деп тұр. You can eat, drink camel's milk in Kazakhstan. Бұл жерде басында қарамен берілген сөйлем тұр. Сен іше аласың, немесе жей аласың, осы бұл жерде түйенің сүті деп тұр, яғни drink camel's milk in Kazakhstan. Қазақстанда сен түйенің сүтін іше аласың деген. Келесі бізде екінші. You can eat chocolate with ketchup and peanuts in, яғни шоколад кетчуппен бірге және де peanuts жаңғақтар қосылған. Бұл бізде қай елде еді? Аустрия елінің тіске басары. Үшінші бізде you can eat octopus flavored crisps in, яғни бізде octopus сегіз аяқтың дәмі бар чипсилар қай елде еді? South Korea, оңтүстік Корея елінде. Келесі төртінші бізде fish and chips flavored ice cream in, ол бізде Австралия. Бесінші a lemon drink with pepper in Pakistan. Соңғысы hot and spicy sweets in the USA, яғни Америка құрама штаттарында. Келесі бізде exercise number 12, 12-ші жаттығу. Бұл жерде create an unusual snack, present it to the class деген. Яғни сен өзің unusual, яғни әдеттен тыс ерекше бір іске басар ойлап тап дейді, және де оны сыныпта көрсет дейді. Астында сұрақ берген. Do you like juice? Do you like sausages? How about some sausage flavored juice? Drink it all up дейді. Сен шырын ұнатасың ба деп тұр. Сен sausage, яғни шұжықтарды ұнатасың ба дейді. Және де шұжық дәмі бар шырынды ұнатасың ба дейді. Бұны көбірек іш дейді. Яғни оқушылар дәл осылай өздеріңіздің сөйлемдеріңізді құрап, өздеріңіздің іске басар жайлы айтып кетсеңіздер болады. Енді келесі бізде exercise number 13, 13-ші жаттығу. Read, choose and complete. Оқы, таңда және де толықтыр. Орында мына сөздерді біз қоюымыз керек жоғарыда тұрған. You can use your dictionary to help you дейді. Яғни сен өзің сөзіңді қолдана аласың дейді. Енді оқушылар екіншісінен бастап орындайық. I like Tabasco sauce because I like food дейді. Яғни мен Tabasco соусын ұнатамын, себебі бұл жерде hot and spicy, ыстық және де ащы тағам түрі деген. Осы сөзді қоямыз. Үшінші бізде Don't eat so quickly. You must chew your food properly. Біз chew сөзін қоямыз, яғни шайнау. Төртінші, how would you like your steak? Сен өзіңнің, яғни стейкіңді ұнатасың ба? Rare, medium or well done. Бұл жерде rare, medium деген, яғни шала, орташа, яғни пісірілген, және де well done деген ол бізде әбден пісірілген стейк түрі, ет ол бізде. The next келесі fish and the chips is my favorite dish болады. Яғни менің сүйікті тағам түрім дейді. Fish, балық және де чипсы. Алтыншы бізде what's for dessert? Cake. Яғни тәттіге не бар дейді. Тәттіге не нәрсе? Cake. Торт ба деп сұрап тұр. Енді оқушылар бүгінгі тапсырмаларымыз, сабақтарымыз аяқталды. Бүгін сіздерге сабақ ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, see you next time. Goodbye, students.